Дүниеде, құрметті ағайындар, дос іздеген адамға ең бірінші Құдай бар. Аллах Тағаламен дос болу керек. Алламен дос болуға тырысу керек. Алла Субханала Тағала кімді дос тұтады? Инналлаха мa'ас сабирин, инналлаха мa'ат тақау, инналлаха ма'a деп Аллах Тағала мен біргемін, мен доспын, мен жақсы көрем деп айтқан тақуалар, ғұламалар, Аллах Тағаладан қорыққандар, сабыр қылғандарды Аллах Тағала мен жақсы көрем дейді. Демек, Аллах Тағала кімді жақсы көрем, кімге жақынмын десе, біз де соларға жақындауымыз керек болады. Екіншісі, байлық іздеген адамға қанағат бар. Жер бетте қанағаттан артық байлық болмайды. Қарның аш болып, қанағат болып отыра бер демейді. Адам кәсіп қылу керек, еңбек ету керек. Тіпті Иса пайғамбардың анасы Мәриям анамыздың өзі шаршап, шалдығып келіп, ішінде Иса бар. Келіп бір талдың түбіне жатып, я Алла, енді маған бермесең болмайды, мен енді аштан өлетін болдым деген кезде Аллах Тағала айтты, сен жатқан ағаш құрманы сілкі деді. Құрманың үстіне шықта, құрманы сілкісең, құрманың қалған бір-екі дәрілері жерге түсіп, соны жесең деді. Яғни не? Алланың құдіреті жетпейтін бе еді? Желін жіберіп, немесе өзі құрманы жерге түсіре салынға. Жоқ, жететін еді Құдайдан. Бірақ бұл нені көрсетті сізден бізге? Еңбек әрекет етсін. Яғни жоқ, ол өлді мен бер маған десе, Аллах Тағала бере салатын берді. Бірақ Аллах Тағала соны сізден бізге келешекке қалдырды, яғни пенде еңбек етсін, әрекет етсін деді. Яғни қанағат бұл байлықтың ең жоғарғы. Қанағатты қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар деп ата бабамыз бекер айтпаған. Үшіншісі, үлгі іздейміз. Неден үлгі алсақ екен? Пайғамбарымыздан үлгі алайық десек, пайғамбарымыз дүниеден өтіп кетті. Басқа нәрседен үлгі алайық десек, енді жер бетте бір-ақ нәрсе үлгі болады сіздер бізге. Бұл ажал болады, құрметті ағайындар. Біреудің қайтыс болғаны сізден бізге жеткілікті сол үлгі. Анау қайтыс болса, енді маған да келеді, бәлен қайтыс болса, маған да келуі мүмкін деп сол нәрседен үлгі алсын деген екен. Омар разияллаху анху қабір басына сахабалар қайтыс болғанда иығына көтеріп алады екен де, өзі бас болып, халифа патша болып тұрып, өлген адамды табытқа салып өзі көтеріп апарады екен. Жерлейді екен, жерлеп жатқанда қабірді көрген кезде сонша көп жылағандықтан есінен танып құлап қалады екен де, елдің барлығы Омарды сол табытқа қайтып салып көтеріп алып келеді. Соншама иман дәрежесі қорқу болған, яғни ажал. Бақыт іздейміз. Бақыт іздегенде не бар? Дін бар. Діннен артық адам бақытты болмайды бауырлар. Біздің бүкіл проблемаларымыздың шешілуі тек қана дінде болады. Сондықтан бақыт іздеген адамға дін бар. Осының барлығынан үлгі алмаса, ол адамға енді тек қана бір үйіз топырақ және тозақ бар деп айтылады. Сол үшін, құрметті ағайындар, Алла Субханала Тағала сіз бен біз бұл қысқа ғана өмірге келдік. Аллах Тағала ең біріншісі өзін ғана алдыға қоюды бұйырады. Алланы ғана алдына қойып өмір сүруіміз керек. Сонда өміріміздің барлығы өз орнына жай жапсарына түседі. Кім Алладан жоғары нені қойса, сол нәрсемен Құдай оны сынайды. Құдайдан жоғары қызметіңізді қойсаңыз, бүкіл бар ойыңыз, ертеден кешке дейін түннен таң атқанша уайымыңыз қызмет болса, Алла Тағала сол қызметпен сынайды сізді. Бүкіл өміріңізге махаббатты қойсаңыз, әйелдерге махаббатты, Алла Тағала әйелден жармайсыз, әйелден жақсы болмайсыз. Сондықтан сол нәрсе. Бала шағаны қойсаңыз, Құдайдың алдына, Алла Тағала сол баланың басына проблема бере береді, өйткені Алла Тағала сені солмен сынайды. Ибрахим пайғамбар 86 жасына келгенде Исмайылды дүниеге келтірді Алла Тағала. 86 жасқа келген бала көрмеген адам. 40 жас емес, 50 жас емес, 86-ға келіп Халима анамыз ұл босанып береді. Аты Исмайыл. Сонда 86-ға келген адам қалай жақсы көреді бала? Бүкіл бар мейірімін төгіп жіберген. Сонда Аллах Тағала саған берген мен едім ғой, сен мені ұмытып қайда кетіп барасың? Қайда, Құдай қайда қалды? Деп Аллах Тағала сол балаңды енді құрбандыққа соясың деп бұйырады. Сол үшін сізден біздің ата бабамыз айтқан, қанша балаң бар десе, менікі емес Құдайдікі деп өзінен арғы кетіп қояды. Менікі емес Құдайдың бергені ғой деп қояды. Сол үшін Аллах Тағала қызғаншақтардың ішіндегі ең жоғарғы қызғаншақ бұл Алла болады. Алладан асқан қызғаншақ болмайды екен. Өйткені сол үшін Аллах Тағала бір жүрегімізге бір Аллаға деген махаббат сыю керек.
Сонда оның қасында жөнекей қасында жүре береді жанымен бірге. Жаңағы әйелге махаббат, балаға махаббат, дүниеге махаббат, қызметке махаббат, ол бола береді. Бірақ мына Құдайдың махаббатынан асып кетпеу керек. Сол үшін айтамыз, мұсылман адамға спортпен шұғылдануға бола ма, бильярд ойнауға бола ма, күресуге бола ма деген кезде біз айтамыз, болады, бірақ үш шарт қоямыз бәрі. Біріншісі, бұл нәрсеге құмартып жүріп, Құдайды ұмытып кетпе дейміз. Құдайдың бұйрықтары қалқамасын. Екіншісі, біреудің ақысын жеп қоймау керексіз. Үшінші, ұятты жерін ашылып, яки біреудің ұятты жерін ашып қоймау керексіз. Осы үш шарт бар. Яғни, бильярд ойнайтындар бола ма? Болады, ешкім қарсы жоқ. Бірақ бильярд қуып жүріп, партия деп жүріп, намаздың партиясы қалқамау керек. Намаз қалқамау керек. Сол сияқты күрес, сол сияқты төбелес, сол сияқты қай спорт, футбол, қайсысы болса да. Дұрыс футболға барыңыз, ойнаңыз, денсаулықты күтіңіз, шыңдаңыз, Алла берген денсаулық, аманат, оны күту керек, баптау керек. Бірақ ертеден кешке дейін түнде таң атқанша футбол қуалап жүріп, не намаз, не үйде семьяның бала-шаға, не олардың аузындағы нәсібесі қалқамау керек. Өздерің бір нәрсе қыла беріңдер деп, кешке дейін футбол ойнай беруге болмайды екен. Ертеден кешке дейін жұмыс істейсіз, кешке үйге келгеннен кейін біз бәріміз кәдімгі бір аспанды көтеріп келгенде мен жұмыстан келдім дейміз де жатамыз. Бала бар ма, жоқ па, тамағы бар ма, жоқ па, не тауып жеп жатыр, қайдан тауып жеп жатыр, әйеліңіз кіммен сөйлесіп жатыр, қызыңыздың телефонында не бар, не жоқ, балаңыздың телефонында не бар, не жоқ, оған қарамаймыз. Не болса, ол болса, айтады, жүрме, жүр болды ғой. Бұл дұрыс болмайды. Ол құрметті ағайын, біздің ақымыз мойнымыздан түспейді. Мұсылман адамның семьясына Құдай қойған ақыларының ішінде оның бағуы бар, дұрыс, оның тәрбиесі сіздің мойныңызда тұрады. Оның ішіп жемі сіздің мойныңызда тұрады. Оның киімі сіздің мойныңызда тұрады. Және тәрбиесі, ең жоғарғысы тәрбиесі. Жаңа айтқандай, егер біз тек қана тамағын бере беретін болсақ, ақшасын сұрағанын бере беретін болсақ, онда біз жаңа ғана тұрған банкоматтан айырылмыз болмай қалады. Банкоматтың сенің екеуін бір болып қаласың. Ол дұрыс нәрсе емес. Сол үшін сіз бен біз оның мойнымызда сол аманат, оның тәрбиесі. Үйде келген кезде үйленгендерге қатысты мәселе, әйелді анда-санда тыңдап қою керек. Аптасына бір күн беру керек әйелге. Ал айтшы, оның ішінде жиналып қалады, көп нәрсе. Соны тыңдағыңыз келмейді, содан кейін ол біреуге төгкісі келеді, ол сіз оны тыңдағыңыз келмейді, ол барады мамасын айтады, папасын айтады, анаған айтады, подружкасын айтады. Сонымен бүкіл сіздің семьяңызды бүкіл Қазақстан біліп жүреді. Соседтердің бәрі біледі, бұлардың семьясында мынандай проблема бар. Өйткені сен тыңдамайсың ғой. Тыңдамағаннан ол анаған айтады, ары кете береді. Сол сияқты баланың да дауын айта беру керек, тыңдау керек. Қандай сабақта не болды, қалай болды, мұғалім не деді деген сияқты мәселелерді сұрап қою керек. Біз қараймыз, бәрі дұрыс па, дұрыс оқи береді, оқысың, жақсы боласың деп қоямыз болды. Сол қолымызда телефон, немесе одан қалса жаңағы телевизор көп көрмей қалды, қазір интернет болып қалды. Екі жаңағы үкімет пен әбләзовтың ортасындағы жүріп қалды ғой енді бәрі. Бұл нәрсе жақсы нәрсе емес болды. Сізбен бізге бұның қажеті жоқ. Сізбен біз өз перзентіміз үшін жауап береміз, бала шағамыз үшін жауап береміз. Сондықтан олардың ахуалы үшін Алланың алдында сұралатын ақиқатымыз бар нәрсе осы нәрседен.